Сен нені армандайсың? Не? Мен өскенде футболшы болғанда армандаймын. Рональдо сияқты. Я мечтаю стать ученым, исследовать Землю и космос. Қолыма бір не тамғызып, сосын қолым сиқырлы болып кетсе деп армандаймын. Я хочу петь песни и танцевать танцы. Мен ханшайым болуды армандаймын. Я мечтаю, чтобы папа и мама меня не пили. Сәлеметсіздер ме? Видеода көргендеріңіздей, әр баланың өзіндік арманы болады. Сол арман оларды биік шыңға жетелейді, ал кей кезде сол арман оларға мұңға айналады. Ата-аналарымыздың балаға деген ұрып-соғуы, қорқытуы өзін-өзі бағалауға нұқсан келтіреді. Зорлық-зомбылық құқықта бір адамның екінші бір адамға, оның жеке басына тиіспеушілік құқығын бұзатын тәни және психикалық ықпал жасауы делінген. Ол тән азабын шектірген зорлық және жан азабын шектірген зорлық болып екіге бөлінеді. Тән азабын шектірген зорлық адамның ағзасына тікелей әсер ету, ұрып-соғуы, денесіне зақым келтіруі, тағы басқа. Жан азабын шектірген зорлық жәбірленушінің қарсылық көрсетуіне, өз құқықтары мен мүдделерін қорғауына деген ерік жігерін жасыту үшін қорқыту, адамның психикалық әсер етуі. Психологиялық зорлық-зомбылық балаға назар аудармау, кері итеру, бақылау, баланы қорқытуға, үрей сезімін тудыруға, баланың мінезіне ықпал етуге, оның өзін-өзі құрметтеу, өз бағасын білу сезімін жоюға, әлеуметтік және эмоционалдық дамуы мен жақсы өмір сүруіне кедергі келтіруге бағытталған қасақана жасалатын вербальды және іс-әрекеттік қимылдар схемасын қамтиды. Психологиялық кемсітушілік әрекетке баланың өзін керексіз, кемістігі бар, сүйкімсіз және қараусыз болып табылатынына сендіру үшін жасалатын мазақтау, балағаттау, кемсіту, ұялту және дөрекі сөздер айту сияқты вербалды әрекеттер кіреді. Ол сондай-ақ баланы қорқыту және оны бақылау үшін қорқыныш сезімін тудыру мақсатында физикалық залал келтіре отырып, балаға қауіп төндіру сияқты іс-әрекеттік қимылдарды да қамтиды. Физикалық зорлық-зомбылық балаға қатысты өзге баланың не ересектің тарапынан физикалық зардапқа, не жарақатқа келетін, баланың денсаулығына, оның өмірінің ұзақтығына, дамуына, өзін-өзі бағалау сезіміне нұқсан келтіру мүмкін физикалық күш көрсету арқылы жасалатын әрекеттер. Физикалық зорлық-зомбылық ретінде бағаланатын іс-әрекеттің түрлері көп. Соққы, ұру, итеру, тебу, тұншықтыру, шаштан тарту, сілкілеу, қандай да бір затпен не қарумен шабуыл жасау. Физикалық зорлық-зомбылық көбінесе балаға залал не жарақат әкеледі, тіпті баланың мүгедек болуына, не қайтыс болуына да соқтуы мүмкін. Сонымен қатар балалар арасында төбелес, ұрыс-керіс, психологиялық және физикалық зорлық-зомбылыққа ұшырайтын балалар бар. Отбасындарда өсіп келе жатқан балаларды эмоционалды да қалыпты болмауы, ол ашу ызаның ұлғаюына, физикалық агрессияға бейімділіктің артуына әкеледі. Осы қорытындыларға негізделе отырып, балаларды қорғау жүйелері және мектептерде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байқалған отбасылар мен осындай отбасыларды тәрбиелеп жатқан балалармен жұмыс істеу үшін әзірленген бағдарламалардың болуы аса маңызды. Осындай бағдарламаларды отбасындағы балаларға қатысты зорлық-зомбылық деңгейін азайту үшін ғана емес, отбасындағы барлық зорлық-зомбылық жағдайында өмір сүріп жатқан балалар түсіну, оларды ашу-ыза мен физикалық агрессияға бейімделігі мен жұмыс істеу тұрғысынан да маңызды болып табылады. Балалар құқығын қорғау дегенмен еліміздің басты құндылығының бірі. Сол үшін өскелең ұрпақтың дұрыс тәрбие алып, қоғамдағы құқықтарының сақталу жолында аянбай еңбек ету керек. Отбасындағы ата-ананың және мектептегі ұлағатты ұстаздарының мінез-құлқы баланың көз алдындағы үлгісі, өнеге алатын, оған қарап өсетін нысаны болып табылады.
Сондықтан әр ата-ана балаларымызды не армандайтынын, неге бейім екендігін біліп, назар аударып жүрейік.